Күн неге шығыстан қызарып атып, батысқа қызарып батады? Осы сұраққа мына аңыз жауап берсін. Ал сіз әңгімені соңына дейін тыңдап, күннің әл-қиссасын біліңіз. Күннің негізі тозақ от екен. Алла тағала оны жаратқан соң күнге аспанға шық деп бұйырады. Күн Құдайға уәж айтып, егер аспанға шығатын болсам, қараңғы халық жаратушы Құдай деп маған табынып тура жолдан адасады, маған құрбандық шалып, жалынып жалбарынатын болады. Сондықтан бұл әміріңді орындай алмаймын дейді. Алла тағала күнге қаһарланып, әй күн, мен бәрін білуші ұлық Алла емеспін бе? Мақұлықтарым сені тәңір деп танымас үшін түнді де қосып жараттым дейді де, періштелерге қарап, күнді аспанға күштеп шығарыңдар деп әмір етеді. 365 періште күнді темір шынжырмен байлап аспанға сүйреп шығарады. Күн періштелердің еріксіз жұлқығанына ашуланып, қызарып кетеді. Күннің шығыстан қызарып шығуы содан екен. Күн аспанда жарқырап шыққанда өзінің тіршілік атаулыға нәр беріп тұрғанына масаттанып, көкжиекке батуды ұмытып кетеді екен. Сол кезде періштелер оны қайтадан шынжырмен тартып түсіреді. Күн бұлқан-талқан болып, қызарып бөртіп барып батады екен.